Мерекелік дастарханыңыздың сәнін ашатын, ал дәмі барлығына ұнайтын өте әдемі дәмді хризантема салатын дайындаймыз. Алдымен тауықтың төсетін суда немесе пеште пісіріп, ұсақтап, төртбұрыштап турап жайып саламыз ыдысымызға. Бір слой осылай майонезден жүргізіп шығамыз. Әр қабат сайын осылай үстінен майонезбен жұқалап жүргізіп отырамыз. Консервідегі кукурузды суынан ажыратып жұқалап саламыз. Майонез кетеді. Енді күштен өткізілген ірімшіктерімізді де жұқалап жайып саламыз. Одан кейін тағы да майонез, сосын консервідегі саңырауқұлақтарымызды да үстінен тегістеп саламыз. Саңырауқұлақ ірі болса сақтап турап алсаңыздар болады, және дәміне қарай оның үстінен аздап тұздап жіберсеңіздер болады. Енді оның үстінен тағы да майонезбен бір жүргізіп, піскен жұмыртқаның ағын үкіштен өткізіп салып, оның да үстінен майонезбен бір жүргіземіз. Енді ең соңынан жоғарғы қабатына жұмыртқа